Құрметті достар, ал қазір сахна төріне бүгінгі біздің кешіміздің кішкентай қонағы, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Төремұрат Қуанышевті шақырғым келіп отыр. Тәттімбеттің күйі Оспасардың 5-ші түрі. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Бүгінгі кешіміздің ең жас өнерпазы Төремұрат Қуанышевтеріңізге тағы да қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Биылғы жыл қазақтың күйші қызы Аққыздың мерейтойы аталып өткен мерейлі жыл. Қазақтың күй мұрасының толығуына өзіндік үлес қосып, өзіндік күй мұрасын кейінгі ұрпаққа тартып еткен қазақтың біртуар күйші қызы халықтың маңдайына біткен Дина, Ақбикеш, Ақбала, Алтынай, Әбике, Ұл болсын, Зәмзәм, Сақбике сынды күйші қыздармен бірге аталады. Олай болса, Аққыздың күй мұрасынан тарту. Аққыздың күйі Оспасар, орындайтын Сәуле Мәди. Қошеметтеріңіз.
Мәди. Домбыра аспабының негізгі екі түріне байланысты аспапта күй орындаудың екі түрі төкпе мен шертпе қағыстары қалыптасқан. Сазды күйлер арқа өңірінде, ал төкпе күйлер батыс аймақтарда кең таралған. Домбыра шертудің сұқпа, жап тақымта, әліп қақпай, теріс қақпай деп аталатын түрлері бар. Аспаптың үні қоңыр, құлаққа жағымды, әрі жұмсақ болып келеді. Домбыра сан ғасырлардан бері сырын сақтап, қазақ даласында кеңінен танымал аспап. Дегенмен, домбыра әр аймақта әртүрлі болып келеді. Солтүстік, орталық, оңтүстік аймақтарда домбыраның көлемі шағын, 7-9 пернелі болса, ал батыс Қазақстан аумағында кездесетін домбыра шанағы жұмыр, мойны ұзын, 10-12-14 пернелі болып келеді. Ал құрметті достар, қазір Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Бала Мишка» мен ортада республикалық байқаулардың лауреаты Шөкенов Темірлан мен Ақпаров Ильясты қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Кең байтақ. О шетімен о шетіне жету үшін ұшқан құстың қанаты, жүгірген аңның аяғы талады. Ертеректе елді мекендердің арасында бүгінгідей тығыз қарым-қатынас, берік байланыс болмады. Осының өзі әр өңірдің күйшілік дәстүрі мен мектебін қалыптастырды. Еліміздің батыс өңірінде төкпе күй кеңінен қанат жайды. Мәселен, Құрманғазының сарыарқасымен адайын алайық. Нағыз төкпе күй осылар. Аталған шығармаларды тыңдағанда бойды ерекше сезім кернейді. Ұланғайыр қазақ даласы көз алдыңа елестейді. Желмен жарыса жүйткіген жылқылар. Ат үстіндегі қолын сермей, жүзі жайнап бара жатқан бала. Шаттық, қуаныш, асқақтаған көңіл күй. Әлгінде тілге тиек етілген күйлер сізге осындай жарқын сезім сыйлайды. Мұндай күйлердің қасиеті бойға күш қуат қосады, қайрат жігер береді, аруақтандырады. Динаның күйі бұлбұл. Орындайтын Тәттімбет атындағы республикалық конкурстың гран-при иегері Мағауия Самал. Қошеметпен қарсы алыңыздар.